Қыздар өзі шығатын бір демалыстарын ғой. От души демалып 4 күн, 3 күн демаламыз. Пляжға барамыз, бір күнді Құран оқытамыз, бір күнді мектепке барамыз, бір күнді пляжға барамыз, тауға барамыз. Өзім 3 күн десе 3 күн, 4 күн десе 4 күн жүрем. От души қыдырмасам, байды тастап кетем. Бір қыдырайықшы, анау мынау деп миды житпайсыз, бала шағасы қыдырам от души. Так, қыздар, ештеңеге жауап бере алмаймын, нақты. Ештеңе деп уәде бермеймін, көреміз. Бірақ бұл дұрыс емес, қыздардан хотя бы жартылай жинамады ма ақшаны? Біз қыздар жартылай берейік та, жігіттер полный жинай берсін. Әй, қыздар, қалайсыңдар? Өйтіп 3-4 күндеп жүре алмаймыз. Малым бар, малдан шыға алмаймын мен, малды тастап кете алмаймын. Қарайтын ешкім жоқ. Сауып алу керек, құрты бар, майы бар. Бір малға қарап отырмыз өзіміз. Әй, бармаймын мен. Бармаймын, вообще бармаймын. Көрерміз, Құдай қаласа көрерміз. Әуелі Құдай. Көрерміз уақытында. Тоқанаға зачем далаға жасайық, природаға? Қой, айдалада лағып кім жүреді? Малша маңырап. Табиғат несі? Тойханасына барып, Құран оқытатынына қатысып қайтамыз. Бүйтіп лағып, қаңғып жүре алмаймыз. Келіндерге алтын бір-бір. 18 келін бар екен. Біздің балдарымызды өсіп, өндіріп, ұрпағын көбейтіп отыр ғой, біздің жігіттерге қарап. Рахмет, сол айтқан рахметіміз болсын. Келіндерге алтын тағайық. Алтын деп айта алмаймын енді, орамалы бір камзол берсек те болады ғой келіндерге. Кімге алтын? Қатындарына ма? Ойбай, не қылған алтын? Туған міндет қылмасын. Біздің класстастар үшін туыпты ма? Туса өздері үшін туған алтын несі? Қайдаған шығар? Құтырмаңдаршы. Туса өздері үшін, тисе өздері үшін. Не бопты не? Туғандарын міндет қылып алтын тағамыз ба? Туғандарын міндет қылмай қойсын. Отырмыз ғой бізде. Бір еркектің ұрпағын көбейтіп. Бізге бір тағы батыр ма екен? Ай, Ақлима, қалайсың? Соны айтам тіптен. Мына қолай ғой құтырып отқан алтын тағам деп. Иә, отырмыз ғой бізде. Алтын тақпай-ақ таста жоқ. Кім тағып жатыр? Туса өздері. Тисе өздері дұрыс айтасын. Қыздар, сәлем. Ойпырмай, кейбіреулерің тормыздықтарың әлі қалмапты ғой. Жадыра, Гүлжан, қыздарыңды ұзатып, ұлдарыңды үйлендіріп келін түсірдіңдер. Қолдарың ұзарды ғой, енді демалып жүрсеңдерші. Бір кездесіп, құралайға қосыламын. Барлық проблеманы, ананы мынаны, сиыр деген, мал деген, не ол? Тапсырып кетіңдер. Давайте тормозить етпей, купальниктеріңді алып шығыңдар. Табиғатты тазалады, шомылып демаламыз. Әй, бізде пляжға баратын түрі жоқ. Пляжға баратын фигура да жоқ. Қалатпен түсіп жүре береміз енді, ұялсаңдар да. Әй, қыздар, қалайсыңдар? Ойбай, расында дұрыс айтады. Ойбай, Жанат дұрыс айтады. Шомылатын фигура жоқ, фигура бытшыт. Сосын шынымен ғой, тойханада істейік, не бар айдалада? Табиғатта не бар? Қайсысың айтып отқан табиғат деп? Рас қой, табиғатта неше жыл жүріп шаршадық. Қаланы көрейік те, қаланы аралатсаңдар жігіттер. Қаланы көріп, киноға апарыңдар. Қаланы көрейік те. Мә, қыздар, қалайсыңдар? Қалай жағдайларың? Шығыңдар, давайте. Жетер осы жатқандарың. Шынымен де келін түсіріп қыз ұзаттыңдар ғой, не деген бәлесіңдер? Не тормоздейсің, не керісіне? Давайте, қатындар, шығыңдар, қалмаңдар. Біреуін қалмай келіңдер. Нешеуі ашығанға бір фигураларыңмен жүре беріңдер. Бәрімізде де оңып тұрған фигура жоқ. Ну, сонысымен қызық. Аяш, молодец, давай зажигай. Сөйтіп, зажигать етіп қойшы қыздарды, а то тормозит так. Қалмаңдар, сонысымен қызық қой. Давайте кездесек, түгел келейік.